Бүгін сағат таңғы 6:40-та тұрдым да, жыным осы көрпе-төсекке түсті ғой. Барлығын далаға шығарып бір кептіріп алайын күнге дедім. Күн деген 40 градус жанып тұр ғой. Осы видеода не байқадыңыздар, комментарияға жаза кетіңіздер. Осылай барлық артынан келген жастық, көрпе-төсек, простыня, покрывал, балам екеуміз деген тез бәрін зырылдап жүріп жайып тастадық. Арасында кішкентайымды шығарып қойдым далаға, коляскамен күнде жата тұрсын деп. Таңғы 6-да нан ашқан болатын. Нанды осылай дайындап, зуала етіп, гүлдеп, әдемілеп көтеріліп тұрсын деп қойып қойдым. Одан үйге кірдім, таңғы асымыздың орнын жинастырайын дедім. Ыдыс-аяғым бәрі шашылып қалған болатын. Жинастырып, жуып, тазалап осындай. Одан кеше біраз өрік, талымыздан өрік түскен болатын. Шірігені бар, оның езілгені бар. Барлығын тазалап, варенье қайнатып алайын дедім. Жұмыртқамды жағып, осы нанымды үстіне осыны кунжут септім. Өзімше жұмсақ керемет болып шықты. Наным уже пісті, обедке ыстық наным дайын. Одан кішкене жайып алайын дедім. Арасында қайнағамда нан сұрады, нан бердім. Осылай барлығын әдемі шықты нан. Өріктерімді тазалап, оны деген дәнектерін бір бөлек қаншама уақыт кетеді деймін. Осылай қазанға салып, көбігін алып, бір-екі рет қайнатып алдым. Бірақ соның барлығын обедке шейін үлгердім. Жақсы, ерте тұрғанның бір плюсы осы, біраз жұмысын бітіріп аласын. Одан жақсы жаңалығымен сіздермен де бөлісейін. Біз ворота заказ беріп қойған болатынбыз. Сол жақтан ағалар звондап, біз келе жатырмыз, дайын ба орны деп кеше қазып дайындап қойған болатын жолдасым. Одан үйге кірдім, обедке кірсейін, бүгін маш көже істеп берейін, жеңіл кішкене деп. Осылай барлығын кубиктап турап, етімді, пиязымды барлығын қуырып алдым. Помидор, сәбіз барлығы. Одан кішкене жеңіл салат істей салайын дедім. Осы салатымды балаларым, үйдегілерім барлығы жақсы көреді. Тез ат жоқ салат, осындай керешке, жаңағыдай жұмыртқа барлығын краб таяқшаларын кубиктап турап, жақсылап майонез қосып араластырдым. Дәмді, өте бізге ұнайды осы салат. Одан уже келдік деді, жаңа вороталар шығып, барлығын түсіріп үлгеріп жатырмын ғой. Маған қатты ұнады, өзіме осы түсін ұнатып таңдаған болатынмын. Сіздерге қалай? Сосын үйге кіріп қарасам, вареньемді қайнап қалыпты. Томат салып, осындай дәмдеушін салып, су құйып бұқтырып қойдым, дайындап барлығын. Одан келінде жанына кішкене тағы бірдеңке істейін. Осы салатпен балаларым кешеден бері торт деп жүрген болатын. Кекс істеп тастайын дедім да, бір ғана жұмыртқадан кексімді тез істеп тастадым. Кекс құятын формам болмағандықтан осындай ортасына стаканды қойдым да, жан-жағына осы құйып шықтым. Тестаны сөйтіп пешке салып, далаға шықсам, балаларымды барлығы шулап жүр. Балаларға енді қызық. Жолдасым айтып жатыр, осылай істеңіздер деп. Сосын үйге кірдім, кексім күйіп кетпесін деп кірсем, жоқ, күшті болып көтерілген. Осылай бетіне сахарный пудраны сеуіп, ортасын кесіп көріп жатырмын ғой. Дәмді шыққан, жақсы көтеріліп. Тамағым да дайын, обедке осылай барлығына, аталарыма, қайнағама, барлығына осылай сорпамды құйып, салатымды, кексімді қойып, тамағым мен шайымды беріп, ыстық наныммен жеп алдық. Бізге ас болсын. Қой, енді өзім жұмыстарыма кірісейін дедім де, жаңа қайнап тұрған вареньем дайын болды. Вареньемді осындай жарты литр, 1 литрлік банкілерге барлығын жауып тастадым. Қайнағам қасында поддержка беріп отыр. Айтпақшы қыздар, мен YouTube каналымда жүргізіп жүрмін ғой, білесіздер. Сол жаққа да тіркеліп кетіңіздер. Осы TikTokта 20 мың оқырман барлығы тіркеліп кетсе қуанып қалар едім. Жігітім сол жаққа 20 мың оқырман жиналсаң, iPhone алып беремін дейді. Менің iPhone алуыма үлес қосып кетіңіздер.